Ассалаумағалейкум, біздің YouTube арнаның тұрақты көрермендері. Бүгін бізде студияда қонақта Нұрлыбек мырза. Нұрлыбек мырза бізде трейдинг арқылы 25 миллион тұратын Ли 8, Ли 8 автокөлігін алған болатын. Енді бүгін осы автокөлікті қалай алды, қандай стратегия қолданды, новичоктарға да жасап жүрген опытный трейдерлерге де өте керемет ақпараттармен бөлісетін боламыз. Нұрлыбек мырза, қош келдіңіз. Ассалаумағалейкум. Енді ең алдымен өзіңіз туралы бір кішігірім ақпарат бере кетсеңіз, қай жақтансыз, жасыңыз нешеде деген сияқты. Енді жасым 33-те, Ақтөбе қаласынан болам. Ақтөбеде туылып өстім. Қазір жалпы Астанадамын. Трейдинг саласына жалпы 1,5 жылдай болды ғой. Келгеніме қызығып қарап жүргеніме 1,5 жылдай болды. Биыл 2 жылдай болады шығар. Ал өзіңде оқығаныма, iTrade командасының арасына келіп қосылып оқығаныма апрельде 1 жыл болды ғой. Тура 1 жыл болды. Тура 1 жыл болды оқығаныма. Сіз осы апрельдің соңында, майдың басында бітірген болдыңыз, Жақсы, керемет. Жалпы қазіргі негізгі табыс көзіңіз? Енді қалай айтсам болады. Табыс көзі адамның өзінің шектеуіне байланысты ғой. Жетеді, либо жетпейді. Маған жетеді, мысалы. Мен күнделікті $500 табам, $1000 табам, өзіңе байланысты. Егер сіз жеткіліксіз болды, жарайды десеңіз, $500 қалуға болады. Яғни негізгі табыс көзіңіз қазіргі таңда трейдинг қой. Трейдинг. Жақсы, керемет. Жалпы трейдингте немен торговать етесіз? Білесіз қазір криптовалюта деген нәрсе бар, акция бар, алтын, форекс деп жатамыз. Именно қай түрімен сіз трейдингтің? Енді басын бастаған кезде өзің үйреткенде акциямен бастадық қой. Акция оңай, новичоктарға. Акциямен бастадық, бірақ қазіргі таңда алтынмен және биткоинмен торговля жасаймын. Сол екеуін жақсы меңгеріп, әрі қарай оқып жатырмыз ғой енді. Неге именно, мысалы, акция оңай деп жатсыз? Неге онда акция болса, оңай болса, неге акциямен айналыса бересіз? Неге именно алтын жаққа көшіңіз? Енді шындығымды айтайын, басында қателік болады ғой. Алтыннан көп қателік жібердім. Тапқан ақшамды көп жоғалттым. Сосын мен уже ойладым, не үшін мен жоғалттым. Мен соны ақшамды қайтару керекпін. Значит, мен білімім аз. Мен білімді жетілдіру керекпін деп, уже алтынды толықтай оқи бастадым. Меңгеріп, қарап, содан бастап уже қалай өзі жетістіктерге жете бастадым уже. Яғни білім артқан сайын білім артқан сайын жетістіктер уже көбейе бастайды. Жалпы новичоктарға қандай кеңес бересіз? Қайсынан бастаған дұрыс деп ойлайсыз? Новичоктарға баста айтатыным акциядан бастаған дұрыс. Себебі акцияны дұрыстап оқисыз, меңгересіз, яғни күні бойы емес, кешкі уақытта қарайсыздар. 6:30-да, қыста енді 1 сағатқа өзгереді, 7:30-да, олай жазғы уақытта 6:30-да қарайсыз, жарты сағат бұрын кіріп аласыз, оқып аласыз, үйреніп аласыз. Содан кейін бастап уже акцияны жайлап үйренгеннен кейін барып, басқа алтын бар, басқа валютный паралар бар, сол жақта қарауға болады. Негізгі базасын акциядан бастаған дұрыс. Акциядан бастаған дұрыс. Негізгі базаны акциядан бастаған дұрыс. Көп қателіктер болмайды дегенім ғой. Жақсы. Енді көп адам мысалы трейдинг деп өзіңіз де сіз айтасыз ба негізі достарыңызға трейдингпен айналысып жүрмін, туыстағандарыңыз, таныстарыңыз біле ме негізі айналысып жүргеніңізді? Біледі, айтып жүрмін, біледі. Көбісі қазір де маған айтады, үйретші, оқытшы, көрсетші деп. Енді менде білмеймін, өзімде мұғалімдік қасиет жоқ. Енді айтмай айтамын, менде мұғалімдік қасиет жоқ. Мен қазір сендерге былай айтып бере аламын, сендер оны түсінесіңдер ме деген сияқты айтамын. Сол енді айтатынымыз. Жалпы бар ғой негізі трейдинг деген кезде, естіген кезде, мысалы туысқандардың, достардың реакциясы қандай болады? Мысалы кейбір айтады, ой, трейдинг десе ақшаны жоғалтасың, лохотрон, казино, бізге келмейді, анау-мынау деген сияқты көптеген сөздер айтылады. Келсем, оған бәрі айтады. Қазір де айтады. Немен айналысасың деген кезде, трейдинг деген кезде бәрі айтады, ой, сен андай казиноға ставка тіккен сияқтысың дейді. Жоқ, қателесу. Ол трейдинг деген ол ондай емес. Оңай келетін ақша емес, жоғары білім керек, көп оқу керек. Содан кейін барып уже ілімін білген адам, түсіне білген адам табысқа шыға алады. Солай айтсақ болады. Менде таныстарым мысалы трейдинг десем, трейдингтің өзі кейбір дұрыс айтады. Сен трейдингпен айналысырсың ба? Тағы трейд-ин дегенмен шатастырып жатады. Не ол сетевой маркетинг бет? Сондай нәрсе бар. В общем, сондай теріс ұғымдар өте көп, бірақ трейдингтер арасында жоғары білім талап етеді, опыт керек, жақсылап тұрып опыт жинайтын болса, табыс табу реально ғой. Табыс табу реально. Енді былай айта кетсек болады, көбісі қазір трейдингқа келеді айтады ғой, мысалы мен $100 табайын, $200 табайын, өйде айтпай қойын. Мысалы, бір мысал келтіріп кетейін. Күніне $50 табыңыз сіз. $50 табыңызда, сол $50-ыңыздың $25 сразу өзіңіздің счетыңызға аударып қойыңыз. Яғни тапқан табысын жартысын. Тапқан табысын жартысын Каспиіңізге аударып қойыңыз. Мысалы $50 қазір сізде 25 мың болса, $25 12 мың теңге.
бір күнде таптыңыз деген сөз. 12 мың теңгені ауыстыра өзіңіздің шотыңызға алып қойыңыз, тұрсын. Оны сіз уже жоғалтпайсыз. Бір күнде $50 таптық дейік, $12 алып қойдыңыз, тұрды. И сіз қалған екінші тапқан $12 бар ғой, соны минус қылып қойыңыз да, солмен торговля. Сол кезде сіз бір күнде мысалы ана ақшаны жоғалтсаңыз, сіз $12 минусқа кетесіз, жаңағы сол күнгі тапқаныңыз, еще $12 плюста боласыз, өзіңіздің ақшаңыз. Сол сияқты сіз жайлап жинай бересіз ақшаны, күнделікті жинай бересіз. Дәл солай $100 таптыңыз, күнделікті $100 жинап қойыңыз, қалғанын уже ары қаратай тағы да табыстап беріңіз. Мысалы қарап отырсаңыз, сіз бір күнде $100 тапсаңыз, ол 50 мың теңге. Бір айда сіз ол 2 миллион ақша. 22 рабочий. 22. Сол сияқты адамның өзіне байланысты. Адам егер все болды жарайды, мен құнық болу керек қой, құнық болу керек. Адамдар бар, құнығат, жоқ мен қазір одан да көп табам, сөйтем бүйтем дейді да. И бұл менің трейдингтің ең бірінші мәселесі ол психология. Психологияңыз жақсы болса, уже сіз деген уже ештеңеден қиналмай, күнделікті тауып, табысыңызды тауып жүре бересіз. Ең біріншісі дұрыс білім, одан кейін мықты психология керек, дисциплина керек. Дисциплина болу керек. Жалпы негізі трейдингте қанша тауып отыруға болады күнделікті? Енді ол адамның өзінің несіне байланысты деп айттым ғой жаңағы. Қалай айтсам болады? Шүкіріне байланысты ғой адамның. Мен мысалы қазір енді бұрын бастадық қой, $20 таптық, шүкір дедік. $50 таптық, шүкір дедік. $100 таптық, шүкір дедік. Қазір $500 табамыз, нормально дейміз. Кейде $2000 тауып қаласың. Күнде получается ол бір күндегі табыс. Бір күндегі табыс. Так, $500 дейміз, 250 мың теңге, $2000 дейміз, миллион теңге. Сол адамның өзіңізге байланысты. Бірақ ондай табыстар тауып отыру үшін біздің бюджетімізде, яғни депозитімізде қанша сонда ақша вложение болу керек былайша айтқанда? Енді ол жағын қалай айтсақ болады? Сіз табысыңызды $100 де көтеріңізге болады. $100 де сіз сондай табысқа шықтыңыз болады. Бірақ ол үшін сіздің біліміңіз дұрыс болу керек. Біліміңіз жетістік болса, біліміңізде, жаңа осы трейдинг саласын жетік меңгерген болсаңыз, сіз спокойно оны таба бересіздер. Менде қазір $1000 торговля жасаймын. $1000 тұрады менде, яғни несгораемый сумма ғой. $1000 тұрады, табысымды табам, үстінен тапқанын шығарып тастайын да, $1000 шотыма тұрып тұрам, болды и все. Оны кешіріңіз, табысыңызды күнделікті шығарып отырсыз? Күнделікті шығарып отырамын. Сіз жинамайсыз? Жинамаймын. Сол $1000 просто не деуші еді андай? Оборотта тұрады, $1000 оборотта тұрады, болды и все. Ал мен $1000 күнделікті жаңа $1500 да таба аламын, $2000 да таба аламын. Егер де сіздің жаңағы анализ дейді ғой, трейдингте ең бірінші анализің дұрыс болса, сіз сол $1000 арқылы сондай жетістікке жете аласыздар. Яғни машина алуға болады дейсіз ғой? Машина алуға болады, үйде алуға болады, амандық болса үйде де көздеп отырмыз бұйырса. Машалла. Барша адамға жұғысты болсын. Жалпы енді трейдингті, жалпы оңай тілмен түсіндіргенде, трейдинг деген сіз үшін не? Қалай түсіндіре аламыз? Маған қалай айтсам болады, енді мен кезінде мемлекеттік қызметте болдым ғой. Күнделікті жұмыс, таңертең кешке дейін кетесің, семья бала шағаны көрмейсің. Содан ойландым, осыны қарап жүрдім, бұрыннан қалай болады екен. Өзіңе өзіңсің ғой, өзіңе бастықсың да, өзіңе өзің, ешкімге байланбайсың. Сам по себе деген сияқты ғой. Соған байланысты осы трейдинг саласын оқып, осы саланы меңгердім. Өзіме өзім басшы болайын, өзім ерікті адам болайын деп. Сол үшін осы салаға келдім, осыны меңгеріп жатырмын. Төбе-төбе, жаман емес, бәрі жақсы. Жақсы, керемет. Бізде білесіз, осы 2024 өткен жылдың ноябрьінде осыдан неше 5-6 ай бұрын реалити шоу ұйымдастырған болатынбыз, 11 адам келіп қатысты. Осы біздің YouTube арнамызда тұр, кстати, көптеген подкасттар бар, YouTube арнамызды қарап шықсаңыздар болады. Сол кезде реалити шоуға келдіңіз, сол кезде сіз Астанаға енді көшіп келіп жатқан кезіңіз болды, қателеспесем, иә? Сіз айтып жүрсеңіз ғой, үйде сейт таппайды, мынау офисқа келіп жасап тұрса ғана оны ал деген сияқты. Сол кезде сол реалитиден кейін, кажется, сол ноябрьден кейін жақсы результаттар басталды, иә, сізде? Жаңа жылдан кейін сіз машина алдым деп айттыңыз, сондай нәрселерді естіп жатырмыз. Дұрыс айтасың, сол реалитиден, как раз сол реалити басталған кезде мен осынан үй алғанмын, соны ремонты болды, солмен жүріп қалғанбыз, сосын үйде интернет нашар болды, сонымен өзің білесің, офисқа барып жүрдік, офиста көмек берді, интернет болды, басқа трейдерлар бар, трейдерлар командасы, солармен әңгіме айттық, уже білімдерімізді жетілдірдік тоже. Реалитиге қатыстық, реалитидің бәрі енді көріп өтті ғой, бәрі қалай болды, жақсы болды ол жақтан да. Сол реалитидің әсері жақсы тиді деп айтуға болады. Содан кейін жақсы табыстарға шықтық. Содан кейін де алдым автокөлікті. Осы жетістіктерімізге байланысты ғой енді.
Жақсы, керемет. Жалпы негізі сол реалити біраз адамға трамплин болған сияқты. Сол кезде Жадырада деген кісі болды, білесіз ғой. Ол кісілер новичок болып жатты. Роза ханым, мысалы, Арун деген жігіттер қатысып жатты. Ол жігіттердің барлығы мысалы қазір жақсы нормально уже жасап жүр, Айгерім ханым да мысалы кеше ғана айтып жатыр. Жақсы, мен уже тұрақты нәтижеге жеттім, рахмет деп. Сол кәдімгі негізі реалити өте бір қызықты болды, 6 сериядан тұратындай. Иә, реалити жақсы болды, керім болды. Өзіме ұнады, жақсы болды. Көрсеттік қой, реалитида прямой эфирде бәріне көрсетіп өттік қой, табыстарымызды көрсеттік, қалай анализ жасадық, капитан команды болдық. Жақсы бәрі, кереметті ұйымдастырылған. Сосын бір мынандай бір қызық жағдай болды. Енді алдында білесіз ғой, Инстаграмға мен вакансия деп салдым. Вакансия именно мен кураторларға өзіме бір ментор сияқты көмекші ретінде алмақшы болдым. Сол кезде бүйтіп салған кезде Инстаграмда мен жасадым 18 жас пен 25 жасындағы аралығындағы жас жалындап тұрған деп. Сол кезде бір сіздің жазған сообщениеңізге күлдім мен. Ерболат, мен ішім пысып жүр қазір, келейін ба, сен бірге жүрейік, бірге трейд жасап жүрейік, анау деген сөзді сообщениеңіз. Енді ол не себепті олай болды деген сияқты сұрақты соны ашып айта кетсеңіз. Енді ол деген Астанаға енді келген кезім ғой, енді бір жыл енді болады ғой Астанаға келгеніме. Таныс адам жоқ, жолдас бала жоқ деген сияқты ғой. Сол үшін маған коллектив сияқты сөйлесіп, білімді бөлісіп тұратын адамдар жетіспеді. Сол үшін айттым саған, Ерболат, осылай бөлісетін адам керек, маған сөйлесетін адам керек, мен атылам жарылайын деп жүрген деген сияқты. Сондай ол жерден содан кейін сен өзің айтты, ішке келіңіз деп, сосын уже көрістік қой, уже жаңа заттарды үйрендік, көрдік. Сол мақсатта ғой. Иә, сол айтасыз, қазір уже табыс бар, уже андай бір жеткен кезде қуанасың да, бірақ ана нәрсені қалай жеткен анализді бір көрсеткен өзі бір былайша айтқан кезде бір искусство десек болады ғой. Иә, енді қазір былай ғой, анализіміз жасап қоямыз да, бұрын деген анализ жасайсың да, шамалы плюс болған кезде болды, жауып тастап, все болды, кірмеймін деп не істейтін едік қой. Қазір уже білім жоғары болғаннан кейін уже қай суммадан қай жерге барады, қай ценадан қай жерге барады, соны уже біліп отырасың да, уже маған уже қызық та, мен анализім уже орындалды ма. Бұрынғыдай қорқып отырып жауып тастау деген жоқ, ашып қойдым, болды, ана жерге дейін барады, все, соны күтесің. Обязательно ол сол жерге дейін барады, уже сол қызық та уже деген. Я уже ана процесс қызық. Табысыңды алып отырасың ғой, уже ана процесс қызық та уже. Мысалы 2 позиция, 3 позиция ашып қойдым, мысалы 2 позицияң плюс болды, жауып тастаймын да, 1 позициямды ашып қоямын да, анаған дейін бару керек, сол орындалу керек. Мен білімім дұрыс па, анаған дейін барды ма, соны қарауым керек. Сол жақтар уже процесс қызық та, уже ары қаратай уже қалай болып жатыр екен. Дәл сол, мысалы бізге де айтады ғой, обучение не үшін өздерін өткізесіздер, табыс тауып жатсаңдар. Сізде андай болады ғой, ішінде мысалы сол нәрсені бөліскіңіз келіп тұрады, осылай вот сондай нәрсе болады да. Бізде обучениелер қазір кешке жақын болып отырады, білесіз, поток арқылы. Күндізде мысалы трейд жасай беруге болады. Жалпы трейдті қай уақытта жасайсыз? Жалпы қанша уақыт кетеді осы трейдке? Қанша уақытыңызды арнайсыз күнделікті? Трейдке күнделікті 3-4 сағат уақытымды арнаймын. Көбінесе таңертең кіремін, сағат 7 мен 8 аралығында. Кешкісін анализ жасап қоямын. Сағат 11-12-лерде анализ жасаймын, қарап отырамын. Рынок сағат енді 3-те ашылады ғой. 3-те кірем деп айтпаймын. 12-1-лерде анализ жасап қоямын да. Түнгі. Сағат 6 мен 8-9 аралығында рынокта жақсы қозғалыс болады. 6-да дегенім ғой, 6-ға кіретін болсам. Сол уақыттарда кірем, анализ жасаймын, кірем, болды, 2-4 сағат болды. Күнделікті уже мен уже боспын. Бала шағамды садикке алып барайын, оқуынан алып кетемін. Өзіңнің шаруаңды бітіріп жүре бересіз. Сіз алдында екеуміз бір кездескен кезде сіз телефоныңызбен бір видео ма бір нәрсе көрсетесіз ғой, ана қыздарыңызбен, балаларыңызбен, отбасыңызбен андай карта ойнап бүйтіп мұрт видеолар. Соны мысалы қарап тұрсам, мен сырттай сізге қарап қуандым да, мысалы қазір тренингке келдіңіз, Аллаға шүкір табыс бар, андай отбасыңызға мысалы көбірек уақыт бөле алады деген сияқты. Сол нәрсе мені қатты қуантты, бір күшті бір мотивация берді маған. Иә, өзімді оған қатты қуанамын. Қазір бала шағам қасымда, жаңа демалтып қайтам, апарып қайтам. Бостандықта жүрмін да. Бір сөз айтсам, бостандықта жүрмін. Свободный, финансовый независимость. Финансовый независимый. Уақыт жағынан да независимый. Барлық жағынан бар. Бәрі жақсы. Сосын сіз алдында бір тағы бір айтыңыз, мен тапқан табысымнан $100 кімге беріп отырамын дедіңіз, соны айтыңызшы. Тапқан табысымнан $100 күнделікті әйелімнің, жұбайымның зарплатасы деп айтсам болады. 50 мың теңге күнделікті әйеліме беріп отырамын. Күнделікті андай-мындай қыдырып қайту, шығып қайту деген сияқты. Ол кісі негізі декретте ма? Декретте, үйде 4 балам бар ғой, енді 2 ұлым 2 қызым бар. Ол декретте, үйде сонымен отырады. Қолдап отырған сол кісі ғой, қасында. Оқы да оқы, тек алға бас деп. Қателеспесем, бізге менеджерлерге жазған жұбайыңыз болды. Дұрыс айтасың.
менеджерлерге сол ең бірінші жазған мен жұбайым болды. Осында қара шеш оқшеш деп сол оқудан бастадық қой. Өзімнің iTrade командасынан бастап оқып үйрендік. И одан кейін мен тоқтаған жоқпын. 3-4 жерде оқыдым. Қазірдің өзінде мен оқып жатырмын. Қазір Украинаның жігіттерімен арқылы алтын саласын тағы да түпкілікті ары қарай меңгергім келіп тағы да оқып жатырмын әлі. Енді осы сұрақты қойды отырған сіз как раз өзіңіз айттыңыз. Неге сіз қараңызшы жетістікке жетіпсіз, тұрақты табысыңыз барлығы бар. Сізде білім вроде бар, бірақ неге әлі де оқып жатсыз? Міне осы сұрақ. Енді оқы және оқы деп бостан бос айтылған жоқ қой. Білім ешқашанда аз болмайды ол. Оны түпкілікті біліп отырсаң, сен ары қарай өзіңе де жеңіл болады да. Сол үшін оқи беремін. Маған аз білім ол всегда аз. Жақсы, керемет. Енді сізде алдында білесіз ғой, анализдермен біздің командадағы жігіттермен қосылдық, офисқа бардық, қаншама былайша айтқанда тест жасадық, бірігіп анализ жасадық, қаншама дүниелерін естедік. Бірақ бастапқыда расында 1 жыл бұрын, 2 жыл бұрын бізде қандай болдық, сізде қандай болдыңыз? Қазіргі екеуінің айырмашылығы вообще жер мен көкте, білім жағынан күннен күнге дамып шүкір. Негізі тренингтен расында аз-аздан үздіксіз күнделікті даму деп айтылатын едім мен. Иә, дұрыс айтасың. Енді бізде қазір арнаны бар ғой, біздің YouTube каналымызды новичоктар да көреді. Новичоктар енді осындай қарапайым тілмен түсініп отыруы мүмкін. Енді қандай болады ғой, трейдерлер бар, оқыған, бірақ нәтижеге жете алмай жүрген, қалай анализ жасайтынын білмейді, не істейді. Вот сондай да адамдар қазір қарап отыр бізді. Бірақ қазір осы сұрақты қойған кезде новичоктар түсінбеуі мүмкін. Новичоктар кейін білгеннен кейін осы видеоны қайдан қараған кезде түсінетін боласыздар. Енді мен сізге мынандай бір сұрақ қойғым келіп отыр. Жалпы бүгін күн басталды дейікші. Анализді жалпы неден бастайсыз? Именно мынандай таймфрейм деген нәрсе бар. Бұл именно уже опытный трейдерлер, базасы бар трейдерлерге арналған сұрақ. Жалпы анализді неше сағаттықтан бастайсыз, қандай стратегия қолданасыз, сол туралы бір ашып айтсақ. Өйткені бұл дегеніміз машиналдың формуласы десек те болады. Анализді ең бірінші үлкен таймфреймнен бастаймын. 1 айлықты қолданамын. 1 айлықтан алтынды айтайық та. Биткоин ештеңені айтпайық, алтын бойынша айтайық. 1 айлықтан бастаймын. 1 айлықтан алтынның бағытын қараймын. Қандай бағытта тұр. Одан кейін апталыққа түсемін. Апталықты қараймын. Апталықта қандай бағытта тұр. Себебі 1 айлықта ол жоғары кетуі мүмкін, апталықта төмен кетуі мүмкін. Соны салыстырамын. Апталықтан кейін 1 күндікті қараймын. 1 күндікпен анализ жасаймын. 1 күндік бойынша қайда бара жатыр. 1 күндікті қарап болғаннан кейін 4 сағаттықты қараймын. 4 сағаттықтан кейін уже өзімнің анализдерімді сызып, жаңа линиялар дейді ғой, енді білетін адамдар қарайды ғой. Зона входа деген бар, точка поддержки, точка сопротивления дегендер бар ғой, солар бойынша уже линияларымды сызып аламын, қарап аламын. Сосын уже жарты сағаттық, 1 сағаттықпен мен позицияға кіремін. Подтверждение күтіп? Подтверждение күтемін де, уже сол уақыттармен кіремін. Ал мен алтын бойынша 1 сағаттан төмен қарата анализ жасамаймын. 4 сағат болды. 4 сағаттан жоғары қарата. Яғни 4 сағат 1 күндік, апталық және 1 айлық. Жақсы, керемет. Енді бұл нелерге керемет инсайт болды деп ойлаймын. 4 сағат, как минимум 4 сағаттықта қарап аласыз. Сол үшін ордер блок, жаңағы баланс деген нәрселер, smart money деген дүние бар, оны жасап жүрген трейдерлер болса білетін шығар. Вот соларға келген кезде, солар ішіне кіріп, сол жерден подтверждение болған кезде, бірақ кіріп отырады. 15 минуттықпен немесе жарты сағаттықпен. Осы нәрсені қайталап өттік, иә. Жалпы енді көп адам трейдерлер қорқып жатады. Келген кезде ақшамнан айырылып қалуым мүмкін, анау-мынау деп. Яғни новичок трейдерлерге бастау үшін қандай бір кеңес бере аласыз? Новичок трейдерлерге қазір жақсы шығылдық, демошот деген бар ғой. Демошотпен оқып үйрену керек. Бірақ демошотта кірдім деп жайдан жай анализсіздімдасып просто кіріп кету, мен кірдім шықтым деген ол болмайды. Оқу керек, қарау керек. Содан кейін демошоттан уже үйрену керек. Жай, постепенно. Мен мысалы демошотта сен өзіңнің кәдімгі қазіргі ақшам деп ойлап жасау керексің да трейдті. Сол кезде уже үйренесіздер. Жақсы. Немесе проб компания деген бар. Естуіңіз бар ғой, иә? Проб компания деген бар, иә. Проб компанияда ол жақсы тоже қалай айтсақ бар, инвестиция ғой тоже. Получается, шетелдік компаниялар сіздің біліміңіз үшін сіздің стажировканы өтесіз. Сол үшін сізге инвестиция жасайды да. Сол табыстан 70-30, 80-20, 90-10 бөлісіп отырасыз. Договорға отырасыздар, сол договорға байланысты уже ары қарай кетесіз. Ол жерде риск аз, иә. Ол 6000 доллардан бастап 100 000 долларға дейін бере береді. Самый бастысы, ең бастысы сізде білім болса болды. И не істеу керек, ол жерде жақсы өзіңіздің біліміңіз бар екенін, яғни жақсы трейд жасап көрсетіп алу керексіз, иә. Ол жерде риск аз болады шығар. Иә. Ең басты риск менеджмент сақтап отырсаңыз, бәрі де жақсы болады ғой. Жалпы трейдинг негізі қанша суммамен бастаса болады новичоктар? Енді мен өзімді айтып кетсем, 200 000-мен бастадым, оқудан бөлек. 200 000 сумманы салдым, 200 000 ол кезде қанша, 500 доллар ма? 400 доллар, 401 доллар болды. Солмен бастадым.
жоғалттым, өтірік айтпай ақ қояйын. Жоғалттым. Бірақ содан кейін уже оқудың арқасында, білімнің арқасында қазір тфа бәрі жақсы. Жақсы. Енді осы новичоктар келеді ғой, жоғалтып жатады. Бұған қандай себеп болуы мүмкін, факторлар ақшаны жоғалтуына? Ақшаны жоғалтқанына қалай айтсақ болады? Психология ғой, риск сақтамайды. Риск мені сақтамайды. Мысалы, бір ұтылып қалады, ақшасынан айырылып қалады, соны қазір қайтарам дейді, тағы да кіреді, қайтарам дейді, тағы да кіреді, солай отырады да барлық ақшасын жоғалып қалады. Ол болмайды. Ол ең бірінші осы трейдингтегі ең жаман зат осы психология мен риск менеджмент сақтамау деген. Психологияңызды дұрыс болып, жаңа тоқтатуын кезде тоқтатып, все, минусқа кеттім ба, бүгін жарайды. Бүгін мен, значит, дұрыс жасамадым. Өзіңіз тоқтатасыз, сосын кешкісін қарайсыз, так, мен бүгін не үшін минусқа кеттім? Мен соны білейінші, қарайыншы деп зерттейсіз. Қарайсыз, оқисыз. Мына жерім дұрыс болмаған екен. Содан кейін уже келесіде сіз уже біліп отырасыз. Так, кеше мен мынандай қателік жібердім, мынандай риск қойдым. Мен сол қателігімді қайталамау керекпін. Ертең мен өзімді дұрыстау керекпін. Солай өзіңізді тәртіпке келтіресіз. Содан уже ары қарай адам барлық зат адамның өзіне байланысты ғой. Құнықпау керек. Жай асықпай барамыз, жетеміз. Дұрыс айтасыз. Енді мысалы біз потокта да оқытамыз, бәрі бірдей бірін беріледі. Біреу мысалы ақтөбеліктер мықты болып жатыр, кстати. Кеше ғана сіздің жерлесіңіз Ақтөбе қаласынан келіп оқып кеткен. Уже бір аптада миллион теңге тапқан ғой. 4 баласы бар, кстати, тоже әйелі да. Ол кісі маған өзі обещать етіп кеткен болатын. Егер осы жақсы нәтиже көрсем, сразу подкаст деп. Возможно, Ақтөбеге қонаққа барғанымыз мүмкін жақында. Енді уақыт болып жатса, Шымкентке барамыз анда жоқ. Шымкентте де бір Серік деген кісі бар, 50 жастағы. Тоже жақсы жасап жүр. 50 деп ойлаңызшы. Wildberries біледі, тендер біледі. Анда ноутбукты жастардан жақсы қолданады. Трейдингті кәдімгідей. Мен каждый конференция ұйымдастырамын ғой. Сол Серік менде 6-шы поток деп сақтайтын үлкен кісі ғой, Серік аға. Вот сол кісі каждый конференция ешқайсына қалмай до конца қатысып жүр ғой. Мысалы риза болсын. Трейдинг жасқа қарамайды. Мен жаңа айтып отырмын, Украина арқылы Украина балдарымен оқып жатырмын деп. Сонда оқып жатқан кезде қалай айтсам группаласым деп бар деп айтуға болады. 12 жастағы қыз ақша тауып отыр. 12 жаста. 12 жаста. Кешесіне уже кешегіде сыйлық алып берді. Группа аразда осылай құттықтап қоясыздар ма деп трейдинг арқылы кешеме подарок алып бердім. Қай жақтікі? 12 жастағы Алматының қызы. Алматыдан ба? Біз Қазақстаннан. Қазақстан Алматының қызы. Машалла, жақсы өте керек. Басында трейдинг деп айтқан кезде вообще қызығушылар аз болатын. Қазір мен өзі трейдинг деп айта бастасам, мен айтпаймын. Мысалы кеше даже ауылдасым бір жігіттер звондап жатыр. Осындай мен әйелім қызығып тұр еді. Ағам достар звондап жатыр. Туысқандар уже саған келеміз оқимыз. Басында негізі трейдинг деген кезде көп адамдың сөздің шыны керек сомнение болды. Қазір трейдерлер өте көп қазір. Дамып келе жатыр күннен күнге, қызығып жатыр. Қазір сондай қуантады. Қазір үйдегі ана сіз білесіз ғой дос балаларым. Дос балаларымды үйретіп қоймын. Қазір дос балаларым үйге барсам, маған қарашы анализді қарап жүрші, мына жерден кірдім, бүйттім, сөйттім, дұрыс па, мынанша деп. Осынша таптым деген сияқты. Сондай бір қызық оқиғалар болып жатады. Мә керемет екен енді 12 жастағы дегеніміз. Вообще керемет нәтиже. Негізі жалпы трейдерлер именно трейдингпен кімдер айналыса алады? Трейдингпен айналысқысы келетін адам айналысады. Любой адамдар айналыса береді. Ешқандай ограничение жоқ қой бұл салада. Жаңа 12 жастағы қыз деп айтып жатырмыз. Негізі брокерлік счет 18 жастан бастап ашылады. Ол әкесінің, мамасының или әкесінің счетын ашылған, бірақ енді өзі оқып жатыр, меңгеріп жатыр. Жақсы, керемет. Сондай бір нелер бар енді жас бойынша былай ограничениялар. Тағы мынандай сұрақ. Сіз қандай брокер қолданасыз? Мен Exness брокерін қолданамын, және де екінші брокер Capital.com, екі брокер менде. Жақсы. Яғни Capital.com, бірақ алтынға ыңғайлылық кішкене Exness. Алтынға ыңғайлы Exness, соған байланысты Exnessті қолданамын. Жақсы. Енді сізді былай өзім ақшамен жасаған кішкене дұрысырақ деп ойладыңыз ғой. Дұрысырақ өзім ақшамен қолданып, сол ыңғайлы маған. Мысалы мен трейдинг саласын енді зерттеп жүрмін. Трейдерлердің бәрін зерттеп жүрмін. Енді бір бастайын деп жатырмын. Бірақ әлі бір шешім шығара алмай жүрмін. Жалпы неден бастау керек, қалай істеу керек? Жалпы трейдингпен айналысу үшін не нәрсе білуім керек деген сияқты. Трейдингті білу үшін енді қазір бәрін де білмеймін, қалай айтсақ болады. Өтірік трейдерлер де көбейіп кеткен ғой қазір деген. Ананы алып кел, мынаны алып кел деп. Сенімді оқитын жерлер бар, соларға барыңыздар. Ол жерлерде жаңа бесплатный видео уроктар бар, бесплатный обучение бар. Соларды бірінші қарасын. Смысл трейдингтің не екенін түсіну керек қой, ең бірінші. Трейдинг не екенін түсіну керек. Содан кейін уже адамның өзі көз жетіледі ғой. Алданып қалмау керек просто. Арасында қазір өте көп дейсіз ғой, оқиды. Өте көп қазір. Қазір сосын алдында бір Алматыда мен кетіп бара жатқанмын. Сол кезде бір кісі танып қойды да бізде.
тоже инстаграмнан бақылап жүреді екен, айтады осындай біреу ақша бер деп инвестиция жасаған, осындай процент алып отырамын деген, қателеспесем осы бір Россия жақтан ба телеграм арқылы сөйлесіп отырған, ақшасын салған, сосын шығара алмай қалған өте көп жағдайлар болады. Сол үшін бұл жердегі ең басты нәрсе негізі брокерді дұрыстап таңдау керек. Ешкімге сеніп ақшасын беріп тапсыра салуға болмайды, бұл жерде. Жоқ, ешкімге берудің қажеті жоқ. Сіз өзіңіздің ақшаңыз, өзіңіздің біліміңіз арқылы өзіңіз табасыз, болды. Ол жерде маған беріңіз, мен сіздің ақшаңыз арқылы осындай ақша тауып беремін деген ол өтірікті журмал болмайды ол. Сосын қазір бар ғой мына көп адамдар, енді біз трейдинг саласында жүрген трейдинг туралы көптеген нәрселер бізге келіп жатады ғой, инстаграмға да жазады, былай кездескен кезде де айтып жатады. Мысалы қазір робот арқылы сауда жасау деген шықты, сосын сигнал канал бар ма деп сұрайды. Ол нәрсені бір новичоктарға түсіндіре алмайсың, ол нәрсенің дұрыс емес екендігін. Соны бір қалай бір айтып бере аласыз, өзіңіздің пікіріңіз қандай осы робот және именно сигнал каналдар, біреудің сигналын пайдалану деген сияқты. Енді робот деген кезде былай айтсақ болады, робот деп өзі айтылып тұр ғой, робот ол анализді қайдан алады, ол білмейді ғой ол деген. Алтын мысалы өзіңіз сіз анализ жасадыңыз, сіз уверен боласыз осы жерге барады, робот ол қайдан біледі? Ол робот анализ қайдан жасап отыр? Сіз оны білмейсіз ғой, сіз деген. Ол біреу құрастырып берді, болды, ойбай, осындай ақша тауып береді деді, осы адамды алдау үшін құрастырып берді ол. Лучше өзіңіздің біліміңізге сенгеніңіз дұрыс, өзіңіз анализге сенгеніңіз дұрыс. Сол дұрысырақ болады. Және сигналдар дейді. Тоже адамдар қазір жаңа оңай жолды іздейді ғой. Ой, сол сигнал арқылы кіремін де, мен табысқа шығып кетемін деп. Сондай сигналға кіреді да, бір-екі рет табысқа шығады, сосын алады да, үшінші күн алады да, бәрін жоғалтып алады. Ондайлар да бар. Сол үшін ондай сигналдарға да, роботтарға да сүйенудің қажеті жоқ деп ойлаймын. Лучше өзіңіз оқып, сондай трейдерлардың арасына кіріп, группалар бар ғой, жаңағы өздерінде бар, iTrade командасында бар. Сол жерлерде анализмен бөлісесіз. Осындай келіп тұр, осындай мына анализ мынандай шығып тұр, қалай болады деген сияқты, лучше солай үйренген дұрыс болады. Единомышленниктердің қосылған қосылған жері ғой, бәріңіздің ой пікірлеріңіз бір жерге келеді да, сол жерден қарап отырасыз. Мысалы, сіз жаңағы жасаған анализдің арасынан біреу бір қателікті көріп қалар. Ол сізге айтып жіберді, мына жерде қателік болып тұр, мына жерді қарап жүр, мына жердің дұрыс емес деген сияқты. Сосын сіз жаңа өзіңізге тағы да жаңа затты көресіз да, мына жерде мен неге қате жібердім, мынаны көрмей қалдым деген сияқты. Бір бастан екі бас артық дейсіз ғой. Бір бастан екі бас артық болады. Керемет. Енді расында жалпы бізде жаңағы чат деп айтқанымыз, бізде iTrade командасында 500-ге жуық адам бар, телеграм каналымызда чатта. Бізде оқыған адамдардың академиясы бар. Енді сол жақта да сіз өзіңіздің анализдеріңізбен, пікірлеріңізбен бөлісіп отырыңыз. Енді біз білесіз ғой, қазір конференциялар әртүрлі өзіміздің ішкі академияда ұйымдастырып жатырмыз. Жалпы алдағы уақытта ішкі командаға, біздің iTrade командасына қосылған студенттерге өзіңіздің опытыңызбен бір күндік па, екі күндік па бір конференция ұйымдастыруға, жалпы опытыңызбен бөлісуге қалай қарайсыз? Бөлісейін. Мен Ербат алдында да айттым ғой, оның алдында да айттым, мен ондай адам емеспін. Мен бұны өзім қаншама қалай меңгердім, мен басқа адамға айтып бере аламын, бірақ жаңағыдай мұғалімдік қасиетім жоқ. Бүйтіп түпкілікті мынау былай болады, мынау былай деп мен айта алмаймын. Бірақ түсінетіндей қылып өзімнің көмегімді беремін, бөлісемін. Мен ол жағынан жаман адам емеспін. Жақсы, рахмет. Бөліскен сайын береке артады дейсіз ғой. Береке артады, бөлісемін. Жақсы. Енді расында бір жағынан күннен күнге дамып неше түрлі нәтиже көрсетіп жатқан уже жақсы келе жатыр да, шүкір. Ондай болса жақсы. Мысалы сіз сияқты чатымызда бір 50-100 адам бар болатын болса, мықты кәдімгідей, былайша айтқанда колоссальный результат дейміз ғой, сондай көрсетіп жатқан адам 100 адам бірігіп алса, білмеймін, енді даже американдық трейдерлерде кем болмаймыз деп ойлаймын. Енді кешегіде мен өзіңе жібердім ғой, кеше балдарға да көрсеттім ғой, счетымда $10 болды деп. Байқамай шешіп алып қалғанмын счетымда, өзім $10 қалған. Сол $10-мен бір күннің ішінде, бір күн емес, бір 2 сағаттың ішінде 001 деген біледі ғой, трейдерлер біледі, позиция, қандай позиция екен. 3 позиция ашылып $180 таптым. 180 қарап отырсаңыз, ол жерде мен ана жерде ұтылатын ақшам минусқа, $10 минусқа кететін ақшам $6. Мен сол минус $6 қойып $180 пайда таптым. 2 сағат ішінде. 2 сағаттың ішінде. Яғни мүмкіндік деген көп дейсіз ғой. Мүмкіндік деген көп. Кез келген суммамен, кез келген уақытта ең басты дұрыс білім, дұрыс психология болса, мықты нәтижелерге жетуге болады. Енді расында трейдингте сөз көп адам білмей неге екенін бірінші жаман ойлап барып, одан кейін барып көз жеткізген, оказывается осындай нәрсе екен деп жатады, көбісі бар ғой. Енді адамдар сенбейді ғой. Сосын трейдинг саласында біздің Қазақстанға келгеніне бір 5 жылдай болған шығар енді. Шынына керек болса. Біздің адамдар енді бірігіп келе жатыр ғой. Ал Нью-Йоркта, Америкада, Европада ол бұрыннан келе жатқан адамдар. Көп адамның жұмысы осы. Осымен талап жүре береді. Біздің Қазақстанға ол енді келе жатыр ғой. Көп болған жоқ енді. Может, одан да көп болған шығар, 10 жылдық болған шығар, но ол кезде көп адам білген жоқ та бұл трейдинг саласын. Осы соңғы 5 жылдықта ғой, тереңдетіп,
уже оқытып үйретіп жатқандар адамдар. 2025-те вообще трендте дейсіз ғой Иә, қазір. 2025-те кәдімгідей трендте уже. Жалпы осы трейдинг саласына келген кезде бекер келіппін осыған деп ақша бір жоғалтқан кезде болады ғой, бір тастап кеткіңіз келіп, сондай бір ойлар болды ма? Басында айттым ғой жоғалттым деп. Жоғалтқан кезде болды. Сынып қалдым. Все болды, мен қаншама ақшамды оқуға салдым, қалаймын сонда деп. Бірақ содан кейін жұбайымның айтқаны ғой, сен оқыдың ғой, енді тастамашы еш деген сияқты. Сол айтқаны бойынша қайттан уже жоқ, тағы да дополнительно мен бостан бос жоғалтқан жоқпын деп оқыдым. Қайттан өзімді жеңіп шықтым ғой. Айтатын болса, өзімді жеңіп шықтым. Трейдинг өз-өзіңізбен психологически күрестіңіз. Күрестім, өзіме күрестім, жеңдім. Әйтеуір Аллаға шүкір. Қазіргі таңда бәрі жақсы. Жақсы, керемет. Енді бұл да жетістікке жетудің жолы оңай емес. Енді трейдинг деген кезде бәрі сразу келеді, сразу ақша таба саламын деп, енді оның бәрін шындықты айту керек. Келетін кезде мен көзім жеткен андай адамдар болады. Мысалы біз курс өткіземіз ғой. Сол кезде келеді де бір сабақ үй жұмысын берсең, мен қонаққа барғым. Ерболат, мен 2 сабақ келе алмайтын болып тұрмын. Мен тойға кетіп бара жатыр едім, анда кетіп бара жатырмын. Фокус дұрыс емес. Кәдімгідей фокус қойып жақсылап тұрып, барлығын бірге бір қайталайтын болса, міне уже сіздің жаңа айтып отырмын ғой, жерлесіңіз тоже сізден үлкен ғой деймін, жасын білмейді екен, бірақ 4 баласының анасы өте бір керемет нәтижелер көрсетіп жатыр. Сол кезде мен түсінгенім, адам расында реально фокус қойып жетем десе, кәдімгі айналысса жетеді. Бірақ новичоктар келіп жатады, ақшасында басында жоғалтып жатады. Енді бұл кәсіп қой. Бұл да кәдімгі бір онлайн сауда. Сауданыз бір күн, мысалы сіз магазин болсын, кез келген нәрсе ашатын болсаңыз, күнделікті сауданыз күшті жүре бермейді. Кейде бір қателесетін күндеріңіз де болады, сауда жүрмей қалады, минусқа кететін күндер. Тура сол сияқты нәрсе ғой, просто онлайн сауда, иә. Былайша айтқанда трейдинг дегеніміз онлайн Америкадағы жұмыс деп айтсақ бола ма? Иә, дәл солай айтсақ болады. Көбісі ойлайды ғой трейдингте ақша оңай келеді деп. Жоқ, трейдингтегі ақша деген ол ауыр жолмен келетін оңай ақша. Солай айтсақ болады. Осы нәрсені түсіну керек деді. Иә, көбісі ойлайды, жоқ, ана қарадым, болды, кірдім, оңай ақша таптым. Жоқ, олай емес. Ауыр жолмен келетін оңай ақша. Дұрыс айтасыз. Мысалы мен кеше қайдан бір маған жіберді ма или бір видео көріп қалдым да, айтады да, мен қазір аз зарплатаға өмір бойы шыдап жүргенше трейдингте мен 3-4 ай қиналып, осы қиындықта шыдап, одан кейін на всю жизнь қалатын деген сияқты. Яғни рас қой, 3-4 ай, возможно, енді әр адамның өзінің несіне байланысты, психологиясына байланысты, табиғатына байланысты, қабылдауына байланысты, өзінің қаншалықты фокус, қаншалықты уақыт арнай алатынына байланысты. Кейбір адамдар 1 айда результат көрсетіп жатады. Но в среднем 2 ай, 3 айда негізі адамдар нәтижеге жетіп жатады. Кейбір кісілер болады, информация кеш жететіндер. Бірақ 6 айдан кейін мен енді міне тұрақты табысқа жеттім деп жатқан адамдар бар. Бірақ бұлардың барлығының бір ерекшелігі қайтпай до конца қайсар мінезді болып, до конца бара білген адамдар, иә. Бірақ қарасаңыздар, солай шыдап кетті. Бұл білім сізде, яғни бұл кәдімгі бір кәсіп, бизнес, на всю жизнь қалады өзіңізде, бір ерекшелігі осы. Иә, мен енді трейдинг саласы қазір өзім салам ғой. Мен жұмысым осы. Трейдингпен алсам болды, күнделікті 3-4 сағат уақытымды бөлемін. Жалпы осы трейдингтен түскен ақшаңызды өзіңіз жаңа басында айттыңыз ғой, примерно жинап жатқан сияқтысыз ғой, иә? Иә. Үй дейсіз қала берсе. Амандық болса, кеңейеміз, үй аламыз, үй саламыз деген мақсатта. Бала шағамның болашағы бар. Солардың бәрін жинаймыз ғой енді бұйыртса. Жақсы, рахмет. Жалпы енді осы бір қорытындылайық. Алдағы уақытта енді бірге, сіз айттыңыз ғой жаңа, уақытым бар, анау деп. И так біздің офисқа да келіп отырасыз. Аптасына жоқ дегенде бір 2-3 рет негізі келіп жүрдіңіз ғой. Иә, алдағы уақытта да тоже бірігіп жасаймыз деген ойдамыз. Жақсы, иә, бір орта болған, бір күшті андай. Қалай айтсам болады, жалғыз отырып жасаған қиынырақ негізі. Дұрыс айтасыз. Бірігіп уже бір-бірімізден анализ давай уже андай көп адам ақылдасып отырып жасаған нәрсе, ол вообще негізі пайдалы, и андай бір-біріміздің қателігімізді көріп өте бір керемет деген сияқты. Енді алдағы уақытта дами берейік, табысымыз арта берсін. Сізге рахмет. Осылай расында трейдинг арқылы Қазақстанда осындай мүмкіндіктер бар екенін. Қазір көп адамдар білесіздер, Британияға жұмысқа кетіп жатыр, Кореяға жұмысқа кетіп жатыр. Яғни шетелге кетпей-ақ негізі осы Қазақстанда жақсылап тұрып табыс табуға болады, иә? Трейдинг арқылы. Сіз өзіңіз білесіз ғой, айтпақшы, бізде чатта болған адамдар, мықты трейдерлер. Көз алдыңыздан шықты ғой, сіз ол кезде новичок болып келгенімде кім еді атын? Айкон деген болды несі деген. Кореяда жұмыс істеп жүріп, ол соншама ақша тауып жүрді. Маған ең бірінші істем сол болды кәдімгідей. Ең бірінші новичок болып келе жүрген кезде соны көрдім, мынандай табуға болады екен ғой деп. Ол кісі рекорд қойып еді ғой, қанша болды? $27,000. Бір күнде? Бір күнде $27,000 ақша жасап, рекорд қойған. Әлі есімде сол. Содан кейін сол кісі болған маған ең бірінші стимул. Мен де осындай табамын деп.
В общем, ең бірінші мотивация болып, мотивация болды. пайда бар екен. Енді сіздің де мына видеоларыңызды, подкасттарыңызды көріп, көптеген адамға тоже стимул боласыз деген ойдамыз. Негізі любой салада жетістікке жетуге болады. Ең бастысы тастап кетпей, қиындығына шыдап, фокусыңызды қойып. А то бізде көп адам келеді, қарасам, мен сұраймын ғой, просто келген адамды қарасам, біреу мына Wildberries оқыған, Каспи оқыған, ананы оқыған, мынаны оқыған, мынаны оқыған, бірақ ешқайсында да бір толыққанды апармаған да. Бірақ енді трейдинг саласында бұл жерден болашағы қандай, мысалы, бір 2-3 жылда бітіп қалуы мүмкін ба, или қалай бұл? Жоқ, болашақ енді базар ғой, енді қалай айтсақ болады, трейдингті рынок деп айтуға болады, базар деп айтуға болады. Базарда сауда ешқашан тоқтамайды. Сол сияқты трейдингте ешқашан тоқтамайды, ол жүре береді ол. Қашан пайда болған негізі? Ол трейдинг саласы деген ең бірінші Япониядан пайда болғанын білем. Күріш сатудан басталды, қателеспесем. Кітап оқығанмын осы күнге дейін. Трейдинг бойынша 6 кітап оқыдым, онлайн кітап. Одан бөлек кәдімгі 2 книжный кітапты оқығанмын. Сонда трейдинг саласы Японияда басталған деп жазылған. Күріш сатудан басталған. Сол жерден шыққан иә, сол жерден шыққан, бірақ қай жылы басталғанын енді ол жағын айтып бере алмаймын. Сіз бір портрет еткен кітабыңыз бар еді ғой? Иә, сечный анализ деген. Онан офиста бір 78-дегі ата келіп жүреді ғой, білесіз? Сол кісі бізді ютубтан тауып алып келіп, офистан анау ақыл кезін сұрайды. Сол кітабыңызды ренжімедіңіз бе? Сол кісіге портрет етіп жүргенмін. Дымды алмайды. Оқысын деп. Оқысын, білсін, үйренсін. Үлкен кісілер жақсы оқиды ғой. Жақсы. Сол сізге рахмет. Енді бұрын, ең басында осыдан 1 жыл бұрын таныстық қой негізі екеуміз. Сол кезде сіз енді как наставник, студент ретінде араласақ, уже қазір сізбен арасында айтқанда бір досымыз сияқты, әріптесіміз сияқты араласып, күнделікті даже WhatsApp арқылы күнделікті сөйлесіп отырамыз. Мен не только менімен же командаммен де күнделікті байланыста тұрасыз, бір-бірімізбен анализ бөлісіп деген сияқты. Сізге рахмет. Айтпақшы, ана кілтке қарап көзім түсіп кетті, машинаңыздың кілтін көрсетіп қояйықшы, осындай болады екен. Nissan L8. Кілті осындай болады екен. Инстаграмда да обзор түсіргенбіз машинаңызды. Мына жерде енді бізде қазір режиссерлар қосатын шығар, қандай машина екені бар. Номерінің өзі крутой ғой, 004 қандай еді? Нұр 004. 400 Нұр 04. 404 Ақтөбе дейсіз ғой. Ақтөбе. Сол рахмет. Енді жалпы трейдерлерге бір қысқаша бір өзіңіздің қорытынды кеңесіңізді берсеңіз, сонымен бүгінгі подкастымызды аяқтасақ. Енді трейдерлерге кеңесім, оқыңыздар, тек білімді болыңыздар, білімді жетілдіріңіздер, сынбаңыздар, сынып қалуға болмайды. Және де басқа адамдарға айтатыным, менің өмірлік тұжырымым алға басатын қадам, армандаңыздар, армандай біліңіздер, және ең бастысы сол арманыңызға жете біліңіздер. Мен ол өмірлік жүретін, қалай айтсақ, қадамым осы. Дәл солай сіздер де жүріңіздер. Армандай білу керек, арманында жету керексіңдер. Дәл сол сияқты бәріңізге де айтады. Және өзіңе рахмет Ерболат, осы оқытып, дұрыс бағыт көрсеткеніңе көп-көп рахмет. Тек алға басыңдар сіздерде. Сізге де рахмет, Нұрлыбек мырза. Алда бұйырса енді Қазақстанда осы трейдинг саласының дамуына сіз болып, біз болып жақсылап тұрып үлес қосайық. Енді сіз былайша айтқанда қазір біздің командамыздың былайша айтқанда аналитик сияқты да болушысыз ғой. Өзіңіздің қаншама опыттарыңызбен бөлісіп, бүйтсін, алдандар пайдаға жетсін, давайте былай жасайық деген сияқты. Осылай алдағы уақытта енді 1 жылда осындай өзгерістер болып жатыр. Алдағы 2 жылда вообще бізде өте мықты өзгерістер болады деп сенемін. Сол үшін осылай еліміздің дамуына сіз болып, біз болып бірге үлес қосып жүре берейік. Рахмет. Міндетті түрде біздің арнаға тіркеліп, колокольчик басып, комментарий жазуды ұмытпаңыздар. Алла бұйырса сіздерге де осындай жетістіктер бұйырсын. Расында қарап тұрсаңыздар, трейдинг саласы бойынша мықты нәтижелер көрсетуге болатын. Біздің iTrade командасының мүшелері, жалпы студенттері, командасында қыздар мен жігіттер дәлелдеуде. Сіз де дәл осылай жетістікке жете аласыз. Жалпы біздің Instagram парақша бар. Жаңа айттым ғой, ерболат.уашев деп осында төменге белгілеп кетем. Міндетті түрде Instagram парақшама жазылып алыңыздар. Әртүрлі қызықты контенттер, трейдинг бойынша пайдалы ақпараттардың барлығын беріп отыруға тырысатын боламыз. Рахмет бізбен бірге болғандарыңызға.